Отандық жұлдыздар Алматыдағы жер сілкінісі кезінде қалай қашқанын көрсетті. Түнде болған жер сілкінісінен кейін шошынған алматылықтар оның қайталануынан қорқып жаппай далаға шықты. Үйін тастап қашқан көпшілік арасында отандық шоу-бизнес өкілдері де бар. Қазақстандық жұлдыздарда ел қатарлы баспанасын қалдырып қауіпсіз жерге баруға тырысқан деп жазады Қазмұр.кз. Актриса Жания Дзюринская елден қалыспай жанұясымен бірден далаға шығып кеткен. Өнер иесі парақшасында қашып бара жатқан сәтінен видео жариялады. Алматы түні жер сілкінісі, белгісіз жаққа жүгіріп жатырмын. Не істерімді білмегенде күле беремін. Таңғы 5-те тағы да жер сілкінеді деп жатыр. Сенуге бола ма деп жазды ол. Алихан Байзақов жер сілкінген бойда үй киіммен көшеге шығып кеткен. Алматыда жер сілкінді, үй киіммен далаға жүгіріп шықтым. Өте қорқынышты екен, деді блогер. Атышулы Байзақованың інісі бірден әуежайға жол тартқан. Әуежайға келіп жақындарыма Астанаға билет іздедік. Абай болыңыздар деп жазды ол. Жақында 3-ші перзенті дүниеге келген әнші Серік Ибрагимов Әл-Фараби бойында кептелісте тұрғанын көрсетті. Бізден де қатты қимылдайтын адамдар бар екен ғой. Бәрі қаланың сыртына шығып жатыр. Әл-Фарабидің бойы кептеліс. Алматыда жер сілкініп, бәрі сыртқа шығып кетті. Біз де отбасымызбен жер үйге кетіп бара жатырмыз, деді өнер иесі. Жігіттер квартетінің әншісі Бағлан Әбдірайымов жер сілкінгеннен кейін көршілермен далаға шығып кеткенін айтты. Алматыда әжептәуір жер сілкінді. Барлығы далада жүр. Алла сақтасын деп жазды ол. Әнші Назима да бірден үйінен шығып, таңға дейін көлікте отырған. Өнер иесі мұндай жағдайларға әркез дайын болу керек деп өзі үшін шешім қабылдаған. Көп қабатты үйлерде тұрмау керек екенін, себебі 20-ші қабаттан баспалдақпен бірер минутта түсу мүмкін емес екенін жазды әнші. Әли Оқаповтың келіншегі Ақерке Бүркітбай мұндай қорқынышты жағдай басынан алғаш рет өткенін айтты. Алматыға келгені сезінген ең қатты жер сілкінісі. Осындай жағдайлар тек жерді ғана емес, бәрімізді мір сілкіндіріп, тәубемізге келтіретіндей. Барымызды бағалайық, бір-бірімізге мейірімді болайық деп жазды әнші.